Келін бола тұра тісіңді жұлдырған қатты қиын екен. Қалайсыздар? Үйім деген шашылып кеткен, бөлмем тіпті шашылып. Оны жинауға менің шамам келмей, үйдегілердің барлығы жұмысқа кетіп қалған еді. Ақырындап жата бермей тірлігімді істейін дедім. Бірінші сырттағы тірліктерімді, яғни айран сүтті жайғастырып алайын дедім. Айран сүт мұздай болған соң майын пісіп, жай ғана айранын қайнатып алдым. Ал бетіндегі майын апам қалдырып қоя сал, жұмыстан келгесін өзім аламын деді. Себебі ол мұздай су болғандықтан маған мұздай ұстауға болмайды. Кеше ғана тісімді жұлдыртқаннан кейін мүлдем мұздай су және де аузымды ашып жүруге болмайтын болғандықтан осылай жеңіл тірліктерді істеп жүрдім. Сырттағы тірліктерім біткесін үйімді бір реттеп алайын деп арықтағы судан бір шелек су алып келдім. Мына мышық менің аяқ астыма оратылып жүреді. Осылай мышықпен бірге уақытымыз өтеді. Енді ыспыртқы десем жандарыңыз қалмайды ғой. Ой, шаң көтереді, ана мынау деп еш уайымдамаңыздар. Мен тазикке су құямын да сол тазикке ыспыртқымды жуып аламын. Ешқандай шаң қылмайды, шаң көтерілмейді, уайымдамаңыздар. Сосын үйде от-үйді жинамасам да сәл-сәл реттеп алдым. Мына балапанның киімдерін үнемі бүктеп қойсам шашып тастай бергендіктен оны қайта жинаудан ерініп сол күйге тығып тастай салдым. Үйім сәлде болсын реттеліп қалды. Сосын үйде нан болмағасын әсел пешкаға 2 ұшынан жауып алдым. Тісім жазылған соң қайта тандырға жауып аламын. Сосын қайта тісім қатты ауырып бастаған соң докторға бір тексертіп алдым. Қыздар, видеом ұнаса парақшама тіркеліп қолдап кетіңіздер.